Алматылық Максим Барышев өзінің алғашқы стартапын іске қосқалы біраз жылдың жүзі болып қалды. Ол 2007 жылы өзінің бар қаражатын есепшілерге арналған учет.kz консалтингтік сервисін жасауға бағыттаған. Бұған $5000 қажет болыпты. Платформаны дамыту үшін бизнесмен тіпті өзінің көлігін де сатып жіберген. Максимнің айтуынша, ол кезде ақшасы аз болғанымен, болашақтан үміті мол болған. Бұл үміт ақталды. Бір жыл ішінде жоба 5 есе артық табыс бере бастаған. Қазірде оның жылдық айналымы 1 миллиард теңгеге жетіп отыр. В месяц у нас около 3 миллионов посетителей. Біздің платформа айына 3 миллион рет қолданылады. Рунеттің топ 500 сайтының ішіндеміз. Бұл рейтинг барлық орыс тілді интернет сегментінің қаралу көрсеткішімен есептеледі. Ал қаражат айналымы жағынан Forbes версиясы бойынша ірі IT компаниялар қатарындамыз. Мы входим в рейтинг крупнейших IT-компаний по версии Forbes. Бүгінде платформада 96 түрлі модуль қарастырылған. Оның ішінде семинарлар, дәрістер, біліктілікті арттыру курстары мен вебинарлар бар. Сервисті елімізде 13 000 клиент қолданады. Каждый день у нас Бізде заңнама күн сайын өзгеріп отырады. Оның бәрін оқып білу қиын. Ал мына сайтты әрдайым оңай қарауға болады. Кез келген уақытта ашып, қажетті сауалға жауап аламыз. сайт можно найти ответ на любой вопрос. Бизнес-процесстерді оңтайландырып, кеңсені жалға алуға жұмсалатын шығынды азайту үшін компания басшылығы тұңғыш қазақстандық экологиялық кеңсе құрылысын қолға алған. Алматы орталығында ауданы 1200 метр болатын 6 қабатты үй бой көтерді. Ол қалалық жылу және электр желісінен тек жартылай қуат алады, ал қалған бөлігі баламалы энергия көздерінен. Осылайша бухгалтерлік эко-жүйе ортасында жаңа профильдік жүйе пайда болуда. Қазіргі уақытта бізде контрагенттерді тексеру сервисті сынақтан өткізу ісі жүзеге асырылып жатыр. Ол толықтай жұмысқа дайын. Қолданушыларға біртіндеп пайдалануға беріп жатырмыз. Олар контрагенттермен қандай да бір операция жүргізбес бұрын бұл қызметті пайдалана алады. Демек контрагентті тексереді. Оның қызметі қаншалықты заңды екенін біле алады. Заңды бұзбайтындығына көз жеткізеді. Мұның бәрін тексеру арқылы қажет емес қаржы операцияларын болдырмайды. Платформадан спортзалдағы абонемент сынды табыс табуға болады. Демек, порталға жазылу құны пайдаланушының бір жыл ішінде қолданатын модульдерінің санына байланысты. Собственно, для таких бухгалтеров я и хочу сделать сервис. Есепшілер үшін мен швейцариялық пышақ сынды жұмыс істейтін қызмет жасауды көздеп отырмын. Мұндай пышақты бәріміз білеміз. Онда бірнеше функция бар. Бухгалтер үшін осындай қызмет жасағым келеді. Яғни жұмыс кабинетіне кіргенде ол бухгалтерлік есеппен қатар кадрлық іс жүргізуді де жасай алады. Жұмыс беруші қандай талап қойса, соның бәрін жасай алады. И бухучет, и кадровое делопроизводство, и все, что требует от него работодатель. Компанияның қанатын кеңге жаю үшін жаңа нарықтар керек. Сондықтан алдағы уақытта Өзбекстанға шығу жоспарланып отыр. Онда есепшілерге арналған консалтингтік сервисті қолданатын 400 000 потенциалды клиент бар. Өйткені дәл осынша кәсіпорын тіркелген. Орталық Азия елі шекарасын аша бастады. Максим Барышев енді өз жобасын халықаралық деңгейге шығаруға мүдделі. Apple'дың бұрынғы қызметкерлері жүргізушісіз көліктер стартапына 45 миллион ақш долларын тартты. Айованың лидерлары көлік жолын көрсетеді, жолдағы нысандарды анықтайды. Олардың бір-бірінен арақашықтығы мен жылдамдығын өлшей алады. Жобаның негізін қалаушылардың бірі Мина Резг, қарапайым лидерлар лазерлік сәулемен импульстар беру арқылы нысандардың жылдамдығы жайлы ақпарат тарады. Ал Айова болса импульстердің үздіксіз толқынын жібереді. Олар жүйенің сигналдарды тиімді өңдеуіне жол ашады. Қосымша шынайылық саласындағы швейцариялық Wayray стартапы Porsche компаниясынан 80 миллион ақш доллары көлеміндегі қаражат тартты. Швейцариялықтар кез келген көлікке арналған әмбебап проекциялық жүйені ойлап тауып қолданысқа енгізді. Ол навигатордың жол сілтейтін белгілерін жұмыс симуляторының картиналарына айналдыра алады. Бұдан бөлек платформа көлік тұрағындағы бос орындар жайлы мәліметті көрсетеді. Және де кептелістер, жол көлік оқиғалары сынды нәрселердің бәрін алдын ала жүргізушіге ұсынады.
Қазақстанның ішкі жалпы өніміндегі көлік логистикасының үлесі 8% немесе 1 миллиард ақш доллары. Асқар Айтуов бұл нарықтың 1/1 бөлігіне ие болсам ба дейді. Ол елдің көлік саласын автоматтандыруға көмектесетін логистикалық платформаның негізін қалаушы. Призму транспортной отрасли и в общем цепочке поставок. Көлік саласын қарастыратын болсақ, тауарларды жеткізу айтарлықтай тиімді жүзеге аспай жатқанын көре аламыз. Технологиялық қамту жағынан алып қарасақ, ол әрине жеткіліксіз. Көптеген компаниялар Excel-де жұмыс істейді, ал енді біреулері тіпті қалам мен қағазды қолданады. Мұндай жағдай халықаралық нарықта жұмыс істеп, халықаралық бағдарламаларды жүзеге асыруға кедергі келтіреді. Для того, чтобы справиться с международными эти программы, работать на международном рынке. Эпилог жүйесі 3 негізгі модульден құралған. Алғашқысы қала ішіндегі логистикаға арналған. Оның көмегімен математикалық модельдер мен формулаларды қолданылады. Бұл арқылы диспетчерге тасымалдауды ұйымдастырудың ең тиімді жолы жіберіледі. Есть 3 подсистемы: планирование, мониторинг и отчетность. Басты жүйенің ішінде тағы 3 қосымша бар: жоспарлау, мониторинг, есеп. Жүйе жүргізуші үшін таңдалған бағыттың толық есебін ұсынады. Көліктің түрі, маркасы, жүк көтерімділігі сынды барлық параметрлері ескеріледі. Кейін қандай өнімнің тасымалданатындығы анықталады. Оның көлемі белгіленеді. Софт диспетчерге қандай өнімді көпшілікке бірінші қойып, қайсысын кейін орналастыру керек екендігіне дейін көрсете алады. Продукт первым положить там в машину, какой последний. Платформаның екінші бөлігі магистральды логистикаға жауап береді. Бұл салада бекітілген жүйе жоқ, сондықтан ақпаратты жинау да оңай емес. Осы тұста жасалған алғашқы қадам халықаралық өтініштер биржасын құру, ал бағдарламаның 3-ші модулі қойма логистикасына арналған. Мы можем определять какие-то... Біз тауарды жеткізу кезінде болатын қандай да бір келеңсіздіктерді анықтай аламыз. Мәселен, көліктің жолға кеш шыққандығын біліп отырамыз. Сондай-ақ көліктен жанар-жағармайдың құйып алынғандығын да көре аламыз. Бұл көптеген компаниялар үшін қызық деп ойлаймын. Осының арқасында үнемдеуді байқауға болады. Жанар-жағармай шамамен 15%-ға үнемделеді. Мұндай қызметке сұраныс бар. До 15%. Қазіргі таңда құрастырушылар әмбебап өнім жасауда. Оны елдің көлік саласында жұмыс істейтін барлық компаниялар сынап көре алады. Біз тегін open source жүйесін құрастыруды көздеп отырмыз. Бұл ашық бастапқы код философиясы. Оны кедендік одақ кеңістігіне береміз, яғни мүлдем тегін ұсынамыз. Бізге тәуелділік болмау үшін бастапқы кодты барша қолданушы үшін ашық етеміз. Сонда кез келген құрастырушы оны пайдаланып, жетілдіре алады. Асқар Айтуовтың айтуынша, қазір мұндай логистикалық жүйелерді енгізудің дер кезі, өйткені Қазақстан мен Еуразияның трансұлттық негізгі бағыттары бойынша жүк өтеді. Батыс Еуропа, Батыс Қытай бағытында атап өтуге болады. Онымен күн сайын мыңдаған жүк көліктері қатынайды. Әсем Нұрғалиева Қазақстандық IT саласындағы табысты нәзік жандылардың рейтингіне енген. Қазіргі таңда Әсем қаржы нарығында қатысушылардың тәуекелдерін мейлінше азайтуға көмектесетін елдегі жалғыз технологиялық компанияның атқарушы директоры. Бір күні Федорға қамыр менеджментімен айналысу тапсырылады. Ол әріптесімен бірге қамырды тоңазытқыштың бір сөресінен екіншісіне қою керек болатын. Олар тоңазытқышқа кірген кезде әріптесі Федорды тоқтатты. Еш нәрсе істеудің қажеті жоқ, осында шамалы тұрайық та шығайық деді. Федор кәсіпкердің басты жауы не екенін дәл осы мезетте түсінді. Жеңіске жету үшін тек соны жеңу жеткілікті. Максим Котин и ботаники делают бизнес 2. Бұл кітапқа осыдан 3 жыл бұрын кездейсоқ болдым. Оның кейіпкері танымал блогер Федор Овчинников. Ол өзінің стартаптарын қалай жүзеге асып жатқандығымен бөлісті. Одним из самых интересных моментов книги, наверное, является его решение, когда он все-таки решает, что нужно перейти от книжного бизнеса, который был на тот момент не такой доходный, перейти на бизнес. Туындыдағы ең қызықты сәттердің бірі кейіпкердің кітап бизнесінен әлде қайда тиімді бизнеске көшуі болды. Ол кезде фастфуд ашуға болатын. Федор пиццерия ашуды ұйғарады. Ол ең алдымен қоғамдық тамақтану желісіне жұмысқа кіреді. Өйткені ол бұл істің қыр-сырымен танысқысы келеді. Ол қамыр менеджері болады. Клиенттерге қызмет көрсетеді, чек береді, пиццаның қалай жасалатынын көреді, технологияларды меңгереді.
Бұл оның табыс кілті болса керек. Өйткені ол бизнесті ішінен таныды, төменнен бастады. Мұның бәрі өз нәтижесін берді. Кітаптың осы тұсы маған аса қызық болды. Ерекше жазылған деп ойлаймын. Ол кітапты оқығаныма қуаныштымын. Можно сказать, даже ключевой момент его успеха, потому что он в бизнес пошел изнутри. Поэтому книга... Бұл кітапты мен барлық бизнесмендерге, корпоративтік салада қызмет ететіндерге және өз компаниясын ашуды армандайтындарға оқуға кеңес берер едім. Сондай-ақ жас, энергияға толы стартапшылар оқыса екен деймін. Олар өздерінің алғашқы миллиондарын табулары үшін осы туындыға жүгінулері керек. Әсіресе кітаптың басындағы Евгений Чичваркиннің рецензиясын оқуды ұмытпау керек дер едім. Өйткені одан кейін әрбір оқырман бұл кітаптың нағыз әлеміне сапар шегеді. Все-таки захочет дальше прочесть эту книгу и окунуться вообще в реальный мир предпринимательства. Дилназ Камалова және Малика Бөрібаева, Алматыдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары. Сабақтан тыс уақыттарын қыздар робот техникасы зертханасында өткізеді. Әлеуметтік маңызы бар жобаларды жасайды. Солардың бірі секвенс деп аталады. Бұл науқастарға дәрі-дәрмек ішу керектігін хабарлайтын көмекші. Я считаю, что потребность нашего проекта... Менің ойымша бұл жобаға Қазақстанда да өзге елдерде де сұраныс жоғары. Ол Альцгеймер ауруына шалдыққандарға ғана емес, барлық қарттарға арналған. Бұл көмекші қазіргі таңда аса өзекті. Өйткені қариялардың балалары ата-аналарының дәрілерін ішу уақытын күнде қадағалай алмайды. Сондықтан бұл стартап зор көмек болады деп ойлаймын. Возможности, присматривать за своими родителями. Жоба хардвер және софтвер деген екі бөлімнен тұрады. Микроқадағалауыш, жарық диодтар, Wi-Fi модулі мен пьезо элементтері бар екі батырма қарастырылған. Соңғысы қажет болса, датчиктер арқылы дыбыс береді. Дәрі-дәрмекке арналған орын да қарастырылған. Софтвер часть состоит из специального мобильного приложения, в котором... Көмекшінің софтверлік бөлігі арнайы мобильдік қосымшаға негізделеді. Онда науқасқа қажетті еске салу уақытын енгізуге болады. Дәрі-дәрмекті дер кезінде ішуі мен онлайн режимінде оның іс-әрекеттерін қадағалайды. Қажетті дәрі жатқан орында жарық диодтарының бірі жанады. Дәріні ішкеннен кейін науқас кері байланыс дегенді басу керек. Осылайша оның туыстарына дәрі ішкені жайлы хабарлама келеді. У больного придет уведомление о том, что больной принял таблетку. Егер қандайда бір күтпеген оқиға болса, науқас екінші батырманы баса алады. Бұдан соң оның туыстарына адамға қауіп төніп тұрғаны жайлы пуш хабарлама келеді. Алдағы уақытта біз қосымшаға түр әлбетті анықтау функциясын енгізуді жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ есте сақтау қабілетін жетілдіруге арналған арнайы ойындар қосамыз. Әзірге қыздар жобаны тек әлеуметтік қырынан қарастырып отыр, алайда ол сәтті жүзеге асса, табыс табу жағы да ойластырылатын болады. Основная задача это, конечно, его доработать. Негізгі міндетіміз көмекшіні одан әрі жетілдіру, яғни біздің жоба түрлі бағыттар бойынша дами алады. Техникалық жағын қамту, түрлі детальдарды қосу сынды бағыттарды қарастыра аламыз. Мәселен, қосымша датчиктер қоюға болады. Ол құрылғының дәлдігін арттырады. Сондай-ақ ыңғайлы ете түседі. Қолайлы болуы әрине маңызды функциялардың бірі. Нашего устройства и, конечно, комфортабельность. Стартап енді ғана дами бастағандығына қарамастан, оны заттар интернеті саласындағы алматылық хакатонның қазылары бағалап үлгерді. Олар Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларын байқау жеңімпаздарының қатарына қосты. Мұндай жетістік Дилназ бен Маликаны жаңа белестерге жетелейді. Астананың көрікті жерлері жайлы ақпаратты енді QR код арқылы білуге болады. Қазіргі таңда қаланың 45 ескерткіші мен тарихи мәдени нысандарына екі өлшемді штрих-кодты белгілер орнатылды. Олар қандай нысан екенін көруге болады. Арнайы суретті телефонға жақындату жеткілікті. Бастысы смартфонда немесе планшетте QR код сканері немесе мобильдік қосымшасы болса болғаны. Белгіленген ғимараттар арасында қаһармандар, ұлы жазушылар мен тарихи тұлғаларға арналған ескерткіштер, театрлар мен монументтер бар.
Астанада ТМД-дағы тұңғыш Seed Star стартап инкубаторы ашылмақ. Қалалық инновациялық алаңды құру бизнес жобаларды дамытуға кең мүмкіндік ашады. Сондай-ақ халықаралық деңгейде тәжірибе алмасуға жағдай жасайды. Стартап инкубаторының арқасында бір экожүйедегі кәсіпкерлердің жаңа буынын қалыптастыруға болады. Бұл үшін алаң резиденттеріне менторлар, кеңесшілер, техникалық мамандардың жаһандық желісі мен инвестицияларға қолжетімділік ұсынылады.